Мұңды әуезді әндердің орындаушысы ретінде танылған Ғаділбек Жанайдың «Керек екенсің» атты әніне таспаланған бейнебаянының тұсаукесері өтті. Сахнадағы жылдарында әртістік өмірінде алғаш рет бейнебаян тұсаукесерін ұйымдастырып отырған әнші бұл кешті ерекше атап өтуге тырысыпты. Сондықтан болар клиптің тұсаукесері қазақтың тойына көбірек ұқсап кетті. Кешті белгілі пародист Қайрат Әділгерей жүргізді. Ал әншінің өзі бұл ән өзіне ерекше ұнағанын айтады. Бұл әннің Бақыт Бидаш деген азаматтың әні, сөзін Ринат Зайытов жазды. Сол Бақыттың өзінің жүрегінен шыққан ән, осы әннің де атын осылай деп қояқшы деп өзінің ұсынысымен Ринатқа да қолқа салып, осылай қылып жазып беріңізші деген оймен жазып берді. Осы Бақыттың әні өзіме қатты ұнады. Енді бейнебаянға келсек, ғашық жандардың махаббатын суреттейтін сюжеттер мен әсем табиғат көрсетілген. Ал Ғаділбектің өзі де ара-тұра ғана бой көрсетеді. Біз бейнебаянды бір алыстан іздемедік. Біздің Қыран Талапбек деген жас азаматтың несіне қалдық. Өзінің материалдар жинадық, өзінің қолынан түсірілген әлемді аралап, осы керемет жұптарды түсірген, шынайы жұптарды өтіргеміз, шынайы жұптарды, солардың әдемі мен әсерлендірді да, мен айтам, жаңадан ештеңені жасамай қойшы, сол шынайы дүниені қосайық, бейнебаянға сол жастардың айтыр бір-біріне керек екендігін көрсетіп, осы бейнебаянда сонда мен өзімде көп емес, ішінде кішігірім бір-екі эпизодта ғана бармын. Әнші Ғаділбек Жанайдың «Керек екенсің» әніне түсірілген бейнебаянының тұсаукесеріне өнердегі әріптестері, өмірдегі достары мен ет жақындары келіп қуанышымен бөлісті. Не дегенмен бейнебаян тұсаукесерін алғаш рет жасап отырған әншіге бәрі де құттықтауларын ала келген екен. Бүгінгі Ғаділбек Жанайдың жаңа бейнебаяны тұсаукесерін деп тұр. Керек екенсің. Атының өзі бір сондай құпиял түрде, бірақ дегенмен де кімге болса да жылы естілетін тақырып. Осындай тақырыпқа келуі көп тәжірибенің арқасында деп ойлаймын. Сондықтан да Ғаділбекке айналайын. Мынау бүгінгі тұсаукесер мерекең құтты болсын. Бейнебаянның бірінші емес, бірнеше бейнебаяндарыңды көріп, өзіңнің даусыңмен, ерекшелігіңмен халқының көңілінен шығып жүрсін. Сондықтан да алдағы творчествоңа бақыт тілей отырып, шарықтау шегің әлде де болса да алда сол шарықтау шегінің биігіне жетіп, мынау тек қана Қазақстан емес, әлемдік деңгейде шырқауыңа тілектеспін. Осы қазақ эстрадасына өзінің қоңыр үнімен, өзінің қоңыр даусымен, керемет мұңлы әуезді әндерімен қазақ эстрадасын жарқ етіп шыққан Ғаділбек бауырымның бүгінгі «Сен маған керек екенсің» атты бейнебаянның тұсаукесерін шын жүректен құттықтаймын. Ғаділбек бауырым, өнерің шыңдала берсін. Осы қазақ халқының әрқашанда жарық жұлдызы болып жүре бер. Алла тағала отбасыңа ырыс, ынтымақ, ауызбірлік, татулық, қайырлы ғұмыр, берекелі өмір нәсіп етсін. Ғаділбек, тек қана бақытты бол, өнерің әрқашанда осы өрге демалай берсін. Ғаділбек, творчестволық табыс тілеймін. Әлі де үлкен сахналарда өзіңнің осындай жүрекке жеткізетін әндеріңмен қуанта бер. Денсаулық тілеймін, жақсы әндерің шыға берсін. Ғаділбек бауырымызды шын жүректен құттықтаймыз. Осындай сапалы дүниелерді әлі де шығаруына шын жүректен тілектеспіз. Есті әндерді шығаруға осындай. Әріптестері мен жақындары мақтауын асырып жатқан әнші Ғаділбек Жанайдың «Су жаңа» бейнебаяны мен «Музон» арнасы да құттықтайды. Әннің тыңдарманы мен бейнебаянның көрермені көп болсын. Шығармашылық табыстар тілейміз.